Сәлеметсіздерме? Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайын болатын дәмді тағам қармақ тұшпара жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, және де қоңыраушаны басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ол үшін біз алдымен қамырын дайындап аламыз. Лайықты мөлшерде ұнды жылы сумен илеп аламыз. Онан соң салмасын алдымен лайықты мөлшерде фаршталып, майға қуырып пісіріп аламыз. Бір ыдысқа алып суытып қоя тұрамыз. Онан соң азырақ көк пияз бен зілбірді блендерден өткізіп сақтап аламыз. Онан соң фарштың үстіне бір қасық устойчивый соус және де соя соусын құямыз. Және де тұз, бұрыш саламыз. Онан соң жаңа блендерден өткізіп алған көк пияз бен зілбірді саламыз. Онан соң майды қыздырып құямыз, азырақ майды. Майды қыздырып құюдағы себеп пияз бен зілбірдің иісін шығару үшін жақсылап араластырып қоямыз. Онан соң жуып тазалап алған жусайды сақтап турап аламыз. Жусайды қосып араластырамыз. Ondan soң бір тал жұмыртқаны шағып қосамыз. Салмасын даярлап алған соң қамырды жұқалап кішкене дөңгелектерге бөліп жайып аламыз. Жабысып қалмас үшін арасына ұн сеуіп қойғам. Енді салмасын салып түйетін боламыз. Екі шетін бір ғана жабыстырсақ болды. Өте тез дайын болады. Нанды түйіп отырғанға қарағанда, меніңше нандыдан қарағанда тез болады. Бір ғана жабыстырамыз осылай. Онан соң табаға түбіне азырақ май жағып қыздырып, отқа қоямыз. Түбі қызарған кезде алдын ала дайындап қойған ұнға су құйып, езіп дайындап қойған, енді соны ортасына келетіндей қылып құямыз. Құйып қақпағын жауып, шамамен 4 минуттай отта ұстаймыз, суы сарқылғанша. Суы сарқылып болды, енді тәрелкемізге алсақ болды. Қамыры қытырлақ, өте дәмді болып шығады.